Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Ана тілі пәнінен 83-ші сабақ заттың сынын білдіретін сөздер тақырыбын өтеміз. Алдымен ережені есімізге түсірейік. Заттың сынын білдіретін сөздерге қандай, қай деген сұрақтар қойылады. Мысалы, қандай, үлкен, қандай, таза, қандай, биік. Енді оқушылар ереженің астындағы суреттерге қарайық. Бірінші суреттен нені көріп тұрмыз? Дұрыс айтасыңдар. Лимон. Лимон қандай? Сары лимон, Келесі. Құлпынай қандай? Дәмді құлпынай. Келесі, сәбіз қандай? Сәбіз қатты. Бұл жерде заттың сынын білдіретін сөздер қатты, дәмді, сары сөздері. Жақсы, жарайсыңдар. Олай болса, ережені есімізге түсірсек, бірінші жаттығуға қарайық. Бірінші жаттығу. Мәтінді түсініп оқы. Мәтіннің тақырыбы обсерватория. Обсерватория зерттеу жұмыстарын жүргізетін мекеме. Ол биік тауларда, жазықтарда орнатылады. Одан түнгі аспанды тамашалауға болады. Аспан әлемі ерекше. Мыңдаған жұлдыздардың әрқайсысының өз құпиясы бар. Олардың құпиясын зерттейтін ғалымды астроном деп атайды. Мәтін Ақжелкен журналынан алынған. Балалар, мәтін не туралы айтылған? Дұрыс айтасыңдар. Обсерватория туралы айтылған. Обсерватория деген не? Жақсы. Обсерватория зерттеу жұмыстарын жүргізетін мекемені айтамыз, Ол туралы не білесіңдер? Дұрыс айтасыңдар. Обсерватория ол биік тауларда, жазықтарда орнатылады. Одан біз түнгі аспанды тамашалауымызға болады. Яғни, аспан әлемін зерттейміз, Жақсы, жарайсыңдар. Олай болса, келесі екінші жаттығуға қарайық. Екінші жаттығу. Сөйлемдерді көшіріп жаз. Ашық аспан әлемін түнде бақылаған дұрыс. Сонда жұлдыздар анық көрінеді. Енді балалар, осы сөйлемнен заттың сынын білдіретін сөздерді табайық. Ашық аспан. Қандай аспан? Ашық аспан. Яғни, заттың сынын білдіретін сөз ол ашық. Ол сөзбен аспан сөзі байланысып тұр. Жақсы, жарайсыңдар. Енді осы сөйлемді дәптерімізге көркем етіп, көшіріп жазып аламыз. Жақсы, жарайсыңдар. Жазып болсақ, үшінші жаттығуға қарайық. Үшінші жаттығу. Суреттегі заттың сынын білдіретін сөздерді айт. Суретте нені көріп тұрмыз? Дұрыс айтасыңдар, кітапты көріп тұрмыз. Кітап қандай? Қызыл кітап. Тағы қандай? Пайдалы кітап, қалың кітап және қызықты кітап. Жақсы, қызыл, пайдалы, қалың, қызықты сөздері заттың сынын білдіріп тұр. Жақсы, жарайсыңдар. Олай болса, біздің сабағымыз аяқталды. Каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаймыз. Сау болыңдар.